и, конечно, выбором. Поэтому сейчас я так думаю, что вот наши гости, а это Галия Исатаевна и Александр Николаевич, скажут именно с научной точки зрения, как они отличаются, потому что я понимаю, что у нас в конкурсе участвуют учителя со стажем, потому что здесь принимают участие учителя, которые имеют стаж 5 и более лет. Естественно, это уже практики, но тем не менее мы все учителя, и мы учимся, и мы являемся учителями до тех пор, пока учимся. Поэтому я так думаю, что вот эта вот встреча, мы ее запланировали с той целью, чтобы вот в эти дни до начала экспертизы, если есть какие-то ошибки, исправить их, может быть, какие-то недочеты, может быть, по-другому вы посмотрите на свою работу, а может быть, просто скажете: да, я правильно это сделал, и я на высоте. На сегодняшний день у нас 159 заявок уже поступило и оформлено в Google форме. Но вот подали, еще принесли работы, конечно же, меньше. Поэтому я так думаю, что вот с понедельника начнут переносить работы. Впереди у нас выходные. Но покой нам только снится, поэтому я так думаю, еще раз можно будет посмотреть на свои работы по-новому, вот послушав вот эти рекомендации, которые нам дадут сегодня. Ну вот на что хотелось бы вначале обратить внимание, прежде чем начнут говорить наши гости, это, конечно же, на то, что работа обязательно будет приниматься, и любая работа будет рассматриваться, но пройдут только те работы, которые пройдут экспертизу. Поэтому экспертиза в обязательном порядке должна быть. О том, что здесь должно быть, об этом я не заостряю внимание. Почему? Потому что это все есть в положении. Положение есть. Опубликовано оно на сайте и Республиканского ДАРЭНа, и у нас. Единственное, хочется обратить внимание на то, что нужно будет обязательно указать на виды занятий, которые вы планируете. Это может быть и игра, и экскурсия, и конкурс, и конференции. Хотелось бы напомнить, что командные проекты, уже которые третий год, да, уже не рассматриваются, допускаются только авторские работы именно только одного человека, и не рассматриваются работы, которые были защищены и представлены ранее. Вот на это, пожалуйста, обратите внимание. Так, ну и я так думаю, сейчас уже после гостей мы еще раз обратим ваше внимание на те вопросы, которые будут у вас. Құрметті вебинарға қатысушылар, енді біздің вебинардағы қонақтарымызға сөз берейік. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің физика-техникалық факультетінің радиотехника, электроника және телекоммуникация кафедрасы профессорының міндетін атқарушы, педагогика ғылымдарының кандидаты Мұхамбет Рахимовна Галия Исатаевнаға сөз беріледі. Галия Исатаевна, сөз сізге. Рахмет. Так, сәлеметсіздер ме, әріптестер? Жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Айта кетейін оны. Енді мына бір жақсы бастама, үздік авторлық бағдарламалар, ол кез келген оқытушыны, кез келген адамды жаңағы шығармашылық жұмысқа тартады, шығармашылық жұмысты істеуге мүмкіндік береді. Істеп, соны тапсыруға мүмкіндік береді. Менің қазіргі міндетім, бүгінгі міндетім, ол тек қана қысқа ғана әрбір курс туралы жаңағы мәліметтерді бере қойыңызшы, мәліметтерді көрсете қойыңызшы, түсіндіре қойыңызшы. Енді менің ұғымым бойынша, менің түсінігім бойынша, және оған қоса тағы да мен басқа да мәліметтерді ақтарып қарап, сол мәліметтердің арасынан нағыз дұрысын және ғылыми анықтамаларды жинап алдым. Менің баяндамам қысқа болады, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіз. Біріншіден, маған берген қойылған мәселе, маған қойылған талап қандай болды? Ол конкурста оқу пәндерінің көрініп тұр ма менің нем? Презентация.
Мен оны сұрамаппын ғой. Так, конкурста оқу пәндерінің авторлық бағдарламалары келесідей бағыттар бойынша қарастырылады. Бұл жаңағы маған берілген құжат бойынша. Мен өзім ойлап тапқан жоқпын. Енді сол құжатты мен сіздерге қазір түсіндіріп ашуға тырысамын. Сонда қарастырылатын бірінші оқыту пәндері. Қазақшаға аударылған құжатта, сіздердің жіберген құжаттарыңызда, так, таңдау курстары деп тұр. Бұл мағынасы бірдей енді. Не былай, не былай атауға болады. Так, содан кейін екінші элективтік курс. Үшінші арнайы курс. Және оқыту пәндері бойынша таңдап алынатын курстар. Менің ойымша, мынау арнайы курстар деген дұрыс, өйткені бұл жерде тағы да интеграцияны қарастыруға болады. Интеграция деген бірнеше пәнді, немесе бір пәннің ішінде тағы да оған қоса 2-3 пәннің материалдарын қосып айтуға болады. Мысалы, физикаға математиканы, физикаға астрономияны, немесе астрономияға физиканы, сол сияқты өзімнің бағытым бойынша кішкене көбірек білемін. Оның үстіне менің өзімнің мысалы ғылыми жұмысымның бір тармағы ол физиканы және астрономияны экологизациялау. Яғни экологиялық мәселелерді физика мен астрономияда қарастыру. Ондай курстарды жаңағы интеграциясында қарастыруға болады, сондықтан арнайы курстар деген дұрыс екен. Оқыту пәндері бойынша таңдап алынатын курстар тағы да сол курстар. Бұл енді қолданбалы курстар. Так, сонымен бірінші оқыту пәндері немесе таңдау курстары. Ол оқыту программасына және оқыту жоспарына сәйкес оқушыларды оқыту бағыты. Меніңше оның жаңағы мына сайысқа қатыссам деушілердің барлығы оны жақсы білетін сияқты маған. Өйткені мен де сол жаңағы бір кездерде мектепте істеген кезде мен осы бағдарламаны өзім бірден таңдап алатын, өйткені маған бұл түсінікті болатын. Әрине қалғандары онша түсініксіз болғандықтан мен оларды таңдамай мынаны таңдап отырмын. Бұл өте түсінікті. Сонымен бағдарламаға сәйкес бір тақырыпты алуға болады шығар, бір бағытты алуға болады шығар. Меніңше бағыт дұрыс. Өйткені егер бұл кәдімгі сайысқа қатысатын жұмыс болса, онда ол жұмыс міндетті түрде бағыт болу керек. Бір тақырыптың көлемін алса, онда бір тақырыптың көлемінде емес, көлемін алса, онда ол көлемі меніңше бір үлкен тарау болу керек деген сияқты. Сол дұрыс болады шығар деп ойлаймын. Так, оқыту программасына әр оқытушының, әр мұғалімнің қолында бар. Соның өзінің жаңағы оқу жоспарына сәйкес оны жасауға болады. Кейінірек меніңше бұндай жұмысты әдістемелік құралға жалғастырып жіберуге болады. Жалпы өткен былтырғы мысалы неге қатысқан кезде мен конкурсқа қатысқан кезде мен байқадым, көп оқушылардың, көп мұғалімдердің жұмыстары кәдімгі әдістемелік құралға жалғасып кететіндей бір дәрежесі бар екен. Олай болса, биыл ол әдістемелік құрал болды ма, жоқ па білмеймін. Бірақ әдістемелік құрал жасауға өте жақсы болар еді деп ойлаймын. Ол туралы да егер консультация керек болса, мен консультация беруге жалықпаймын. Так, екінші элективтік курс. Элективтік курс ең жиі таңдалатын курс. Жалпы келген мұғалім элективтік курсы сыйлай ма, жақсы көре ма, әйтеуір осы курсты жиі таңдайды. Іске сәт таңдаңыз, жақсы. Так, бірақ бұл элективтік курстың кішкене бұлай алдыңғы мына бірінші жаңағы бағдарлама бойынша пәндердің курсынан кішкене шатастырып отырады ғой деймін оқушылар, мұғалімдер. Мен оқытушыларға соны түсіндіре алар едім. Мысалы, элективті курс ол оқытуды дифференциациялау нәтижесі болу керек. Бұл жаңағы электив деген электус латыннан таңдалған деген сөз. Яғни оны таңдап алу керек. Яғни ол бағдарламада болмауы мүмкін. Бірақ та сол бағдарламада бұл пәндердің кезегенін қайталайды. Оның нормативтік құқықтық базасы болу керек. Базасы бар элективтік. Сол базасы бар элективтік курсты таңдауға болады. Әдетте жоғары сынып оқушыларының пәндерінің түрлі конфигурациясын құрастыруы мүмкін. Жаңағы мен айтқан интеграция. Так,
Ал енді бұл элективті курстың бір ерекшелігі сол интеграцияны, яғни бірнеше пәндердің конфигурациясын құрастыра қоятын мүмкіндігі бар. Бұл элективті курс болып шыға келеді. Егер сондай бір конфигурация іске асса. Ол оқытудың мамандырылған бағытын қамтамасыз етеді. Енді бұнда тағы қоса кететін нәрсе, бұл элективтік курстың жалпы жаңа қолданбалы. Мен Ресей нелерін ақтарып шықтым, мәліметтерін, мен басқа өзім бұрынғы СССР мәліметтерін, одақ мәліметтерін қарастырып едім бұрынғыларын. Сонда жақсы жазылған. Мысалы, екі бағыт негізгі, вообще көп бағыттары бар, бірақ негізінде екі бағыт бөлінген. Ол мамандыққа бағытталған, мысалы болашақ мамандыққа бағытталған бағыт және базалық жалпы білім беретін бағыт. Яғни мамандықты таңдауды көздеуге болады, бірақ та егер мамандықты көздемесе, балалар мамандығым қандай екенін білмеймін, бірақ та олай болса, онда негізгі базалық жалпы білім беретін бағыттарды жетілдіруге, олардың маңыздылығын көтеруге сай болса, өте жақсы болар еді. Енді ол неге апарады? Оның міндеті неде? Міндеті, жаңа элективтік курстың міндеті, оқу материалдарын игерудің дәрежесін арттырады. Олай болса, сіздің жұмыстарыңыз жаңағыдай қай жаққа қарай бағыттаймын, не істеймін, оның қай жағын өсіремін, немесе қай жағын жетілдіремін десеңіз, ең бірінші оқу материалдары игерудің дәрежесін арттыру керек. Оқушылардың оқыту материалдарын игерудің дәрежесін арттыру керек. Материал бар, ол бағдарламада бар, бірақ соған тағы қосып материал қоссаңыздар, онда ол жаңағы балалардың сол тақырып бойынша білімін көтереді, арттырады, жетілдіреді. Соған бағытталу керек. Екінші, практика жүзінде шешілетін мәселелерді орындаудың дағдысын арттырады. Мысалы, практика жүзінде біріне орындаймыз. Тіпті жалпы қарапайым физикадан, математикадан, басқа пәндерден жалпы қарапайым мәселе есеп шығару, сөз есеп шығару, немесе жай есеп шығарудың, кездеген есепті шығаруда, соның шығарудың дағдысын арттыратындай тағы тәсілдер ұсынуға болады. Мына есепті біздер бұлай бір тәсілмен шығарушы едік, давайте басқа тәсілді біз, кешіріңіз, мен орысша сөз тіпті өзі не болып кетті, ауыз үйреніп кеткен, давайте деп кешіріңіздер. Үшінші, үздіксіз түрдегі профориентациялық жұмысты орындай алуды қамтамасыз етеді. Яғни біз енді балалардың болашақта қандай маман таңдауында көздеуіміз керек. Оланда көмектесуіміз керек. Ал егер көмектесетін болсақ, онда осы мынау элективтік курсты соған бағыттауға болады. Сен осы қандай бағытты таңдасаң, сол бағытты мақтау керек. Әлгі қарапайым жалпақ тіл айтсақ, оны мақтау керек. Сөйтіп элективтік курсқа мен ұзағырақ тоқтадым. Енді мынау үшінші, ол арнайы курстар. Арнайы курстар пән бойынша тақырыптарды терең зерттеп, игеруге көмектеседі, игеру үшін керек, қажетті. Бұл үздіксіз түрдегі профориентациялық жұмысты орындай алуды қамтамасыз етеді. Жаңағы элективтік курс сияқты бұл да профориентациялық жұмысқа көмегін тигізеді, септігін тигізеді. Сондықтан бұны да осылай көздеген кезде, арнайы курстарды көздеген кезде, меніңше жаңағы профориентацияны ойлау керек. Сіздің жаңағы болашақтағы мамандыққа болжау керек, бағыттау керек. Мінекей сол бағытталған арнайы курстар тағы да бір жақсы өзінің үлесін қосар еді. Және төртінші, оқыту пәндері бойынша таңдап алынатын курстар. Яғни қолданбалы курстар. Ол ғылымның, бұл бағытта мен бір жұмысты естідім тек қана, бірақ бұл бағытты ол толығымен алып тұрған жоқ, толығымен алмағандықтан бұл осы бағытты таңдаған меніңше қызықты. Өйткені ол ғылымның, технологияның, қазіргі заманауи технологияның және мәдениеттің жеткілікті әрине тағы да оған қоса қажетті деу керек. Өйткені жеткілікті де, қажетті де деңгейдегі мәселелері мен проблемаларын қарастырады. Жеткілікті ол балаларға одан артық керек жоқ.
сондықтан мен қажетті деген сөзді қосып қойдым. Балалары игере алатын деңгейі бар, балалар игере алмайтын деңгейі бар. Бірақ меніңше ол балалардың егер білім алам деген баланың меніңше кешпейтін тауы жоқ. Олар кез деген тауды кешеді. Тек қана дұрыс бағыт берсе, және ол бағытты дұрыстап тұрып таңдауға көмектессе. Көмектесетін кім? Мұғалім. Ал мұғалім болса, онда сіз жаңағы проектіңіз соған бағыттасаңыз, тіпті қызықты да, әрі құнды, әрі бағалы жұмыс болар еді. Так, оқушыға ғылым, технология және мәдениет туралы толық және жоғары деп айтуға болады. Білімдер міндетті емес. Бірақ оқушының оларға деген қызығушылығын арттыруға болады. Так, меніңше кез деген жұмыс, осы 4 бағыттағы жұмыс, егер орындаймын немесе таңдаймын дегенде, осы мен айтып кеткен бағыттарды жақсы таңдап алса, жақсы жұмыс шығу керек енді деп ойлаймын. Ал іске сәт мен аяқтадым. Рахмет сіздерге. Құрметті вебинарға қатысушылар, егер де Ғалия Исатаевнаға сұрақтарыңыз бола отырса, қоя отырыңыздар. Ғалия Исатаевна, сізге үлкен рахмет, өте терең мағыналы информация бердіңіз. Курстарды таңдау жөнінде кімде қандай сұрақтар бар, қосылып сұрақтарыңызды қойып отыруларыңызға болады. Менде сұрақ, сәлематсыздар ма? Менде сұрақ, мысалға бізде қазір тест жинақтары немесе басқалары тапсырмалар жинақтары, ол қай бағытқа жатады? Тағы айтыңызшы, естімей қалдым. Бізде мұғалімдер тарапынан жалпы тест жинақтары және де белгілі бір тапсырмалар жинақтары, халықаралық зерттеудің тапсырмалары жинақтары ұсынылып жатыр. Осы жұмыстар оқыту пәндері бойынша да. Ал жаңа халықаралық зерттеулер бойынша интеграциясы, жаратылыстану мен математика бағыты, Тимс бойынша, немесе пизаға байланысты тапсырмалар болатын болса, ол қайсыға жатады, қай бағытта? Немесе элективтікке жатқызыңыз, немесе арнайы курсқа жатқызыңыз. Арнайы курс, жаңа айттым ғой, мен жаңа пәндерді көздейді. А элективтік курс жаңа пән емес, жаңа тақырыпты көздейді. Ол бар пәнді, қолда бар пәнді, сіз тек қана тақырып қосқыңыз кезде, ола элективтік болады. Ал төртінші бағытқа келетін болсақ, соны кішкене толығырақ түсіндіріп жібересіз, мысалға келтіріп, қандай жұмыстар? Қолданбалы, жоқ, ол қолданбалы. Яғни біз бір тақырыпты аламыз да, сол қай жерде қолданылады, сол қай жерде қолдануға болады, соны бағыттай алатын курстар. Мәселен, бізде белгілі бір авторларды мысалға келтіре аласыз ба? Тағы. Белгілі бір авторлардың жұмыстарын, осы қолданбалы курсы бар авторлардың жұмысын мысалға келтіре аласыз ба? Біз көз алдымызда кішкене, чтобы визуально понимали. Оны келтіруге болады. Егер мен қазір почтамды жазып берейін, маған почтаға жазсаңыз, мен сізге сол авторларды кәдімгі тізімін берейін. Жақсы, маған көшірге общий чатқа жазсаңыз. Общий чатқа салып берейін. Я мысалы экранға салып беремін қазір. Кетсеңізде болады. Рахмет жауабыңызға көп-көп. Іске сәт. Тағы да сұрақтарыңыз болса? Сәлеметсіз бе? Екі тілде өткізуге болады ма вебинарды? Әрине. Оны білмей болады. Қазір болады. Сұрақтарыңыз болмаса? Исатай Mail.ru. Мені жаздым жаңағы сұрақ берген кісіге. Мені жазып отырым. Кішкентай әріппен Исатай Mail.ru. Mail.ru. Жақсы түсінікті. Рахмет көп-көп. Ғалия Исатаевнаға тағы сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті әріптестер. Ғалия Исатаевна, сізге көп-көп рахмет. Жақсы, толық деңгейде мағлұматтар бердіңіз. Енді келесі сөзді бейіндік мектеп үшін таңдау бойынша курстардың мазмұнын жобалау, проектирование содержания курсов по выбору для профильной школы тақырыбы жөнінде сөз кезегін Астана дарынның орталығының психологиялық сүйемелдеу бөлімінің педагог-психологы, социология ғылымдарының докторы, педагогика ғылымының кандидаты Кисленко Александр Николаевичке береміз.
Добрый день, дорогие коллеги. Введение профильного обучения в структуру 12-летнего образования предполагает обеспечение условий для каждого учащегося в самоопределении его профессиональной сферы на основе самостоятельного, сознательного формирования собственной образовательной траектории. Профилизация современного образования связана не только с учетом интересов и склонностей учащихся, но и с более полным соответствием образовательной деятельности школ рынку труда, спросу на те или иные профессии. Для реализации целей и задач профильного образования предполагается большое разнообразие форм обучения, в том числе элективных курсов, факультативных курсов, спецкурсов. И вот с этим как раз возникает большая проблема. Очень часто у педагогов нет представления о том, что представляет из себя данные формы обучения. Давайте рассмотрим подробнее каждую из предложенных форм. Для начала остановимся на элективных курсах. Элективные курсы, то есть избранные курсы по выбору, это программы, входящие в состав профиля, способствующие углублению индивидуализации профильного обучения. Они составляют компонент образовательного учреждения, базового учебного плана. Работа элективных курсов призвана удовлетворить образовательный запрос учащихся, его семьи, и они являются важнейшим средством построения индивидуальных образовательных программ, так как в наибольшей степени связаны с выбором каждым учащимся содержания образования в зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных планов. Для элективных курсов не существует образовательных стандартов. Среди элективных курсов выделяют следующий тип. Это предметные, которые решают задачи углубления, расширения учебного предмета. Они входят в базовый учебный план. И так называемые интегративные или межпредметные, выполняющие функцию общекультурного развития и удовлетворяющие интересы учащихся в разных областях знаний, которые не входят в базисный учебный план. Элективные курсы имеют очень широкий спектр функций и задач. Ну, во-первых, это они обеспечивают повышенный уровень освоения одного из профильных учебных предметов или раздела, служат освоению смежных учебных предметов на основе междисциплинарных связей, например, там история искусств, психология саморазвития, обеспечивают более высокий уровень освоения одного или нескольких из базовых учебных предметов, например, электив по русскому языку, там, создание текстов разных функционально-смысловых смыслов, стилей, жанров. Они служат формированию умений и способов деятельности для решения практически значимых задач, обеспечивают непрерывность профориентационной работы, служат осознанию возможностей и способов реализации выбранного жизненного пути, способствуют удовлетворению познавательных интересов, решению жизненно важных проблем, например, такие элективы, как психологические основы семейных отношений, основы ораторского искусства, психологические основы общения, познай себя и так далее. И способствует приобретению школьниками образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда. Ну, например, электив деловой английский язык. Успешный элективный курс отвечает следующим критериям. Во-первых, содержание программы курса достаточно актуально в современном мире. Второе, мотивационный потенциал курса находится на высоком уровне. И третий критерий – это содержание курса соответствует поставленным целям и имеет логическое строение. Количество элективных курсов, предполагаемых в составе профиля, должно быть избыточно по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. Общеобразовательные учреждения принимают решения и несут ответственность за содержание и проведение элективных курсов в порядке, определенных учредителем. Курсы по выбору должны отвечать следующим требованиям. У ученика должен быть набор один из одного, это не выбор.
Наполнение курсов по выбору должно меняться как минимум 2 раза в год. Взяв за основу типовые учебные программы, можно самостоятельно разработать авторские и модифицированные программы элективных курсов, о которых мы чуть попозже поговорим. Следующая форма – это факультативный курс или факультативный предмет. Необязательный учебный курс, изучаемый в общеобразовательной школе по выбору учащихся. Попробуем сравнить элективные и факультативные курсы. Ну, прежде всего, чем они сходятся, это целью, сходство целей. Цель факультативных занятий – углубление знаний, развитие интересов, способностей, склонностей учащихся, их профессиональное самоопределение. Что касается целей элективных курсов, то они аналогичны и лишь конкретизируются в зависимости от направленности каждого курса. Объединяет также отсутствие государственных стандартов и государственного итогового контроля по результатам их изучения. Кроме того, большинство авторов элективных курсов не рекомендует использовать традиционную пятибалльную систему оценки на занятиях. Как известно, знания и умения учащихся на занятиях факультативов также не принято оценивать отметки. Содержательно они могут далеко выходить за рамки школьных учебных предметов и не должны их дублировать. Сходство и в том, что и факультативы, и элективы выбираются самими учащимися на основе их интересов и предпочтений. А чем же отличаются элективные и факультативные курсы? Как известно, факультативные курсы – это не обязательные учебные занятия для всех учащихся, а элективные курсы – обязательный образовательный компонент для всех учащихся организации образования. Их выбирает каждый учащийся. Еще одна отличительная черта факультативов и элективных курсов – их разная продолжительность. Факультативные курсы представлены рабочими программами, которые рассчитаны на весь учебный год, минимум 34 часа. Элективный курс может быть в широком диапазоне более продолжительным, до 72 часов. Рассчитаны на 1-2 месяца, на 1 четверть, на 1 семестр. Таким образом, элективные курсы, в отличие от факультативных, могут быть краткосрочными. Факультативные курсы, как правило, вынесены за основную сетку занятий, проводятся 6-ми, 7-ми, 8-ми уроками и даже в свободный от занятий день, например, там, в субботу, при 5-дневной учебной неделе. Элективные же курсы в рамках компонента базисного плана входят в сетку часов и проходят наравне с другими уроками. Учащимся одного класса или одной параллели класса может быть предложен единственный факультатив по одному предмету, но поскольку элективные курсы выбирают все учащиеся и продолжительность курсов разная, их часто должно быть значительно больше. В нормативных документах и научно-методической литературе указывается необходимость предложения избыточного количества разных элективных курсов, 2-3 курса в профильном обучении. Теперь коснемся разновидностей элективных курсов, которые вносят сумятицу в планирование учебных программ. В педагогической практике существует такое понятие – спецкурсы. Спецкурсы – это обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, направленные на удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей, склонностей каждого школьника. Можно прочитать в нормативных документах. Спецкурсы, так же как и факультативы, предназначены для расширения и углубления знаний по предмету и проводятся в рамках учебного времени. Но, в отличие от факультативов, их главная цель – это подготовка к поступлению в учреждения профессионального образования, в вузы, колледжи, на специальности, которые требуют определенного уровня специальной подготовки. Тематику спецкурсов чаще всего определяет администрация организаций образования, имеется в виду профессионального образования. Содержание занятий направлено на отработку алгоритмов решения некоторых групп заданий. Посещение занятия учащимся является добровольным.
Важным условием правильной организации занятий спецкурсов является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, ее оптимизация с учетом возраста учащихся, уровня их подготовки, развития общих учебных умений. В зависимости от указанных фактов учителю необходимо реализовать сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения. Взяв за основу типовые учебные программы, можно самостоятельно разработать авторские и модифицированные программы элективных курсов. К модифицированным программам относят программы, разработанные на основе уже существующих предметных учебных программ, но вносящих изменения или дополнения в содержание предмета, последовательность изучения тем, количество часов, использование организационных форм обучения и многое другое может стать основой как раз модификации. И авторские программы. Авторские программы – это программы обучения, которые не имеют аналогов. Они основаны на авторской концепции построения содержания учебного курса по данному предмету. Чаще всего носят такое оригинальное содержание. Вот в целом то, что я хотел бы кратенько сказать по поводу элективных дисциплин, факультативов и спецкурсов. Более подробную информацию можно найти в методическом пособии, которое подготовила Национальная академия образования имени Ибрая Алтансарина в 2013 году. Она называется «Проектирование содержания курсов по выбору для профильной школы». Код доступа представлен на слайде. Поэтому спасибо за внимание. На этом я с вами прощаюсь. Добрый день, спасибо большое за ваше выступление. Можете презентацию вашу отправить с тем, что она... Спасибо. Уважаемые участники вебинара, я так думаю, что вот эти все презентации мы уже увидели. Эти презентации, я думаю, мы отправим в школы на почту школ, для того, чтобы вы могли использовать в работе. Вообще, вы знаете, я так думаю, что это, наверное, будет правильно, если мы будем организовывать вот такие встречи. Зачем, с какой целью? Ну, наверное, для того, чтобы мы знали, что мы хотим, как мы хотим это видеть и зачем это нужно. Обычно вот эти вопросы мы ставим и перед детьми, да, и, наверное, перед самими собой. Поэтому я так думаю, уважаемые коллеги, сегодня задача наша была такая, очень кратко рассказать о том, что мы хотим увидеть от этого конкурса, какие работы, чтобы были представлены нашим столичным образованием, учителями наших столичных учреждений образования. Вот именно и какой же должен быть результат. Вот наша задача была сегодня, именно нашей встречи, именно такая. Ну и если есть какие-то вопросы, пожалуйста, еще можете писать, обращаться к нам. И если есть, пожалуйста, можете сейчас озвучить. Пожалуйста, слово к вам. Уважаемые коллеги. Сұрақтарыңыз болмаса, бәріңіздің де бүгінгі вебинарға уақыт тауып қатысқандарыңызға үлкен рахмет айтамыз. Және қатысушыларға жеңіс тілейміз. Я так думаю, что нашу сегодняшнюю встречу мы закончим словами Аманашвили. Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не только в памяти и сознании твоих учеников, но и в душах и в сердцах. Удачи всем, успехов и, конечно же, хорошего учебного года, хороших вам учеников и, самое главное, здоровья. Спасибо. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, көп рахмет. Презентацияны жіберсеңіздер, очень жақсы болады. Хорошо. Сау болыңыздар, рахмет.